Жаңа конституцияның жобасында теңгенің құқықтық мәртебесінің айқын көрсетілуі еліміздің экономикалық тәуелсіздігін нығайтуға бағытталған маңызды қадам. Ұлттық теңге валютасы конституциялық құқықтық деңгейде бекітілуі. Бұл теңгенің заңды төлем құралы ғана емес, мемлекеттің қаржы экономикалық егемендігінің тіректерінің бір екендігін айқындайды. Сонымен қатар бұл норма ұлттық валютаның айналымын, тұрақтылығын және қорғалуы мемлекеттің кепілдігінде болатындығын білдіреді. Теңге 1993 жылғы 15 қарашада айналымға енгізілді. Бұл тарихи дата. Себебі осы күні мемлекет ақша несие саясатын дербес жүргізу құқығына ие болды. Ұлттық валютаның енгізілуі елдің экономикалық дербестігін білдіреді және инфляцияны бақылауға, қаржы жүйесін тұрақтандыруға, сонымен қатар елдің экономикасын қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Сондықтан ата заңда теңгені бекіту тарихи сабақтастықты, тәуелсіздікті, құқықтық жалғасы болып табылады. Екінші бір айта кететін жағдай, осы жобада теңгенің бекітілуі Қазақстан Республикасының аумағында міндетті жалғыз ғана заңды төлем құралы теңге екендігін нақтылайды. Сонымен қатар бұл және туындап тұрған біздің аумағымызда аймақтық алтын валютаның енгізілуі немесе бір ортақ валюта енгізіледі деген қауесеттерге құқықтық негіз болып табылады. Басқаша айтатын болсақ, ұлттық валютаның конституциялық құқықтық мәртебесі дегеніміз не десек, біздің аумағымызда теңгенің айналымына Қазақстан Республикасы жауап береді және ақша несие саясатын дербес жүргізу құқығына бізге ғана тиесілі болып табылады. Жалпы ұлттық валютаның тұрақты қамсыздандыру міндеті мемлекеттік органға жүктеледі. Бұл мемлекеттік орган біріншіден банк жүйесінің сенімділігін арттыруға, халықаралық резервті тиімді басқару және инфляцияны деңгейін бақылау, сонымен қатар қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырып отырады. Бұл біздің экономикалық қауіпсіздікті, сонымен бірге инвестициялық ахуалды ықпал етеді. Бұндай конституцияда бекіту халықаралық жалпы тәсіл. Біздің мемлекеттер, басқа мемлекеттерде де бұл кездеседі. Мәселен, Қырғызстан Республикасының конституциясында, Әзербайжанның конституциясында бекітілген. Рахмет.